Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аға оқытушысы, педагогикалық ғылымдарының кандидаты Меруерт Түсіпбаева бүгін психология және музыкалық білім беру мамандығының 3-ші курс студенттерімен ашық сабағымды ұсынғым келеді. Әлемде болып жатқан қиын қыстау кезеңде азаттық үшін алысқан, ел үшін егескен арыстан бабамыз Махамбет Өтемісұлының «Мен едім» шығармасын ашық сабақтың тақырыбы ретінде алуды жөн көрдім. Түсіріп, шылға